Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Өткен Айдарда ер адамның жасына қарай қалай атау керектігін айтқан болсақ, бүгінгі Айдарда әйел адамның жасына қарай қалай атау керектігін айтатын боламыз. Сонымен туғаннан бастап 1 жасқа дейін нәресте сәби десек, 1 жастан 3 жасқа дейін бүлдіршін, 3 жастан 7 жасқа дейін балауса, 8 жастан 12 жасқа дейін жеткіншек, 13 жастан 15 жасқа дейін жас өспірім, 16 жастан 19 жасқа дейін бойжеткен, 20 жастан 30 жасқа дейін қыз келіншек, 30 жастан 40 жасқа дейін әйел, 40 жастан 50 жасқа дейін отанасы, 50 жастан 60 жасқа дейін сары кідір әйел, 60 жастан 70 жасқа дейін апа, 70 жастан 80 жасқа дейін ақ бұрым, 80 жастан 90 жасқа дейін ақ үрпек ана, ал 90 жас ол кеу ана болады екен. Сонымен, осымен берілген ақпарат сіздерге ұнады деген ойдамын, өз пікірлеріңізді де жаза отырыңыздар. Келесі Айдарда кездескенше аман сау болайық.